Бірінші тапсырмада айнымалының қандай мәнде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Демек, бөлшектің бөлімі нөлге тең болмауы қажет. Сонда 4х қосылған 12 тең емес 0. Осыдан 4х тең емес, мына жаққа минус 12 болып өтеді. Осыдан x тең емес минус 12-ні бөлеміз 4-ке. Сонда x тең емес минус 3 болғанда алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Басында айнымалының қандай мәнде алгебралық бөлшектің мәні нөлге тең болады. Енді алымын қарастырайық. 2х минус 8 тең 0. Осыдан 2х тең деп 8-ді мына шетке өткіземіз. X тең 4 болғанда алгебралық бөлшектің мәні нөлге тең болады. Екінші тапсырманың асында бірінші бөлшектің өзін жазып алайық. А плюс Б. Екінші бөлшектің бөліміндегі А мен Б-ның орнын ауыстырып жазатын болсақ, алдындағы минусымыз плюс болады. А минус Б. Бөлшектің алымында Б-ны жазамыз. Минус деп, үшінші бөлшекте алымын жазып алайық 2АБ деп, и бөлшектің бөлімін ашамыз. Ол демек А квадрат минус Б квадрат деген А минус Б, А плюс Б болып ашылады. Енді ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім А минус Б, А плюс Б болады. Толықтауыш көбейткіштерін жазып шықсақ, бірінші бөлшекке А минус Б, екінші бөлшекке А плюс Б, үшінші бөлшекке 1 болады. Енді көбейтіп шығатын болсақ бөлшектің толықтауыш көбейткішпен, онда А квадрат, А мен А-ны көбейткенде А квадрат шықты, А мен Б-ны көбейткенде минус АБ болады. Екінші бөлшекте А мен Б-ны көбейтсек плюс АБ болады, және Б мен Б-ны көбейтсек Б квадрат болады. Минус үшінші бөлшекте 2АБ-ны жазамыз. Тең, енді минус АБ мен плюс АБ қысқарып кетеді, қалғанын жинақтап жазайық. Демек, А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат шықты алымнан. Бөлшектің бөлімін сол күйі жазайық. А минус Б, А плюс Б. Бөлшектің алымын жинақтап жазатын болсақ, онда А минус Б квадраты бөлшектің бөлімінде А минус Б, А плюс Б болады. Осыдан қысқарып кетеді. А минус Б-ның біреуімен мына жақта А минус Б қысқарып кетеді бөліміндегі. Сонда қалады А минус Б бөлінген А плюс Б-ға. Екінші тапсырманың басында бірінші бөлшекті x плюс 2, бөлшектің бөлімінде x квадрат минус 2x плюс 1 ол бізде формулаға кеп тұр, яғни x минус 1-дің квадраты көбейтілгенде екінші бөлшектегі 3-ті ортақ көбейткіш қылып жақшаның сыртынан шығарамыз. Алымындағы жақшаның ішінде x минус 1 болады. Ал бөлшектің бөліміндегі x квадрат минус 4-ті оны x-ның квадраты минус 2-ның квадраты деп екі жақшаға жіктесек болады. x минус 2, x плюс 2. Көбейту деп үшінші бөлшектің алым мен бөлімін орнына ауыстырамыз. Және бөліміндегі x квадрат минус 1-ді екі жақшаға жіктесек болады. x минус 1, x плюс 1 деп. Және бөлшектің бөліміне 6 y-ті жазамыз. Енді қысқаратындарын қысқарып жіберсек, x минус 1-дің біреуі кетеді. Және x плюс 2 мен x плюс 2 қысқарып кетеді. Одан кейін x минус 1 мен x минус 1 қысқарып кетеді. Және қалғанын жазамыз. Тең. Жаңа 3 пен 6 қысқарып кетеді екен, яғни мына жақта 2 қалады. Қалғанын жазып шығайық. Сонда бөлшектің алымында x плюс 1 қалады. Бөлшектің бөлімінде 2 y, жақшаның ішінде x минус 2 қалады екен. Үшінші есепте бірінші бөлшектің өзін жазайық. x квадрат минус y квадрат бөлінген x минус y. Минус екінші бөлшектің алымын сол күйі жазайық. x куб минус y куб. Бөлшектің бөлімін екі жақшаға жіктейміз. x минус y, x плюс y. Тең, ортақ бөлім беретін болсақ, ортақ бөлім x минус y, x плюс y болады. Толықтауыш көбейткіш бірінші бөлшекке x плюс y болады, екінші бөлшекке 1 болады. Енді көбейтетін болсақ, x пен x квадрат көбейтетін болсақ, x куб, x пен минус y квадрат көбейтетін болсақ, x минус x, y квадрат болады. Және y пен x квадрат көбейтетін болсақ, плюс x квадрат y болады. Және y квадрат пен y көбейтетін болсақ, y куб болады. Минус x куб плюс y куб болады. Тең, қысқаратындарын қысқартатын болсақ,
x куб пен x куб қысқарады, y куб пен y куб қысқарады. Қалғанын жазатын болса, қалғаны минус x y квадрат плюс x квадрат y. Осыдан екеуінде де x y болғандықтан x y-ді жақшаның сыртына ортақ көбейткіш шығарамыз. Жақшаның ішіне бірінші плюсын жазатын болсақ, x минус y болады. Бөлшектің бөліміне x минус y, x плюс y болады. X минус y-тер қысқарып кетеді, сонда қалғанын жазамыз. X y бөлінген x плюс y болады.